Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli қазақ елі. Алла Тағала оразаларыңызды қабыл етсін. Қазір мынау пітір садақаны мешітке бермеңдер. Миллиондап жеп жатыр. Одан да анау жетім жесірлерге беріңдер дейтін видеолар көбейіп кетті ғой. Соларға айтар едім. Кім айтты сіздерге мешіт жеп жатыр деп? Өздерің мешітке аяқтарыңды баспайсыңдар. Әлбетте мешіттің ішінде не болып жатқанын білмейсіңдер. Мешітке келмейсіңдер ме? Сұрамайсыңдар ма қайда кетіп жатыр деп? Міне біздің ауылымыздың мешіті. Ауылымызда Ақылбек деген ағамыз бар. Пітір садақаны жинайды. Сөйтіп, ауылдағы жағдайы төмен деген адамдарға теңдей бөліп беріп, айт күні есебін береміз. Осылай барлық мешіттерде есеп беріледі. Есебі бар. Оны сендер ол күні мешітке бармайсыңдар ғой сендер. Оны қаяқтан естисіңдер. Және халықтың бәрі жаңағы беретін 900 теңге, мысалы 1300 теңге, 1500 теңге, 1700 теңге адам басына санаған кезде жаңағы ақшасын жетімдерді іздеп жүріп кімге береді? Ал мешітке апарып берсе, сол жағдайы төмен адамдар өте көп мешіттерге жәрдем сұрап жатқан. Соларға Алла разы болсын, мешіттің бәрі жәрдем беріп жатыр. Сол пітір садақаға түскенді мешіт есептеп бөліп береді ғой сол адамдарға. Сіздердің ойларыңызша мешітке түскен ақшаның бәрі сол имамдар жеп жатыр деп ойлайсыздар ма? Имамдар жеп жатқан жоқ. Енді қымбат көлік мінсе, жақсы киінсе, олар да адам, олар да жұмыс істейді. Олар азаннан кешке дейін мешітте садақаны аңдып, қарауылдап отқан жоқ қой. Әрқайсының өзінің кәсібі бар. Сіздер шынымен сол ақшаны уайымдайтын болсаңыздар, одан анау ойынханаларға, лохотрондарға, пивнушкаларға кетіп жатқан ақшаларды барып есептеп, соларды тоқтатып, сол ақшаларды жетімдерге, жесірлерге берсеңіздер одан да. Алла Тағала осы мешіттерімізді елімізде көп қылсын. Имамдарымызды көбейтсін елде Алла Тағала.